Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мен Назерке тартылған ет соусы бар картоп пюресін дайындайтын боламыз. Картопымыздың езбесі өте нәзік, үлпілдек болып шығады, ал оның соусы өте ерекше дәм береді. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Дәл осындай етіп рецептпен жасалған пюрені мен сүйіп жеймін. Ең алдымен картоптарымыздың сыртын тазалап, 2-3 қайтара жақсылап суға жуып, ыдысымызды отқа қойып, осылай картоптарымызды салып, бетіне су құямыз. Картоптарымыз түгелдей суға батып тұруы керек. Картопымыздың мөлшеріне байланысты тұзымызды саламыз. Мен шамамен 1 қасықтай тұз салып, бетін жауып қойдым. Картопымыздың суы қайнап шыққанда, бетіне осындай көпіршіктер шығып жатса, оны сүзгімен алып тастаймыз. Газдың астын аздап жайлатып, қақпағын жауып, картопымыз толықтай піскенше қойып қоямыз. Енді пюреміздің соусына кірісеміз. Ол үшін 1 пияз керек болады. Пиязымыз 1 немесе сіз өзіңіздің қалауыңыз бойынша 2 алсаңыз да болады. Уақтап турап шығамыз. Және тәтті бұрыштарды турайтын боламыз. Егер де сізге басқа да көкөністер салғыңыз келсе, салсаңыз болады. Мен өзім осындай тәтті бұрыштар салдым. Соусты жасағанда негізі сіздің өзіңіздің талғамыңызға байланысты салсаңыз болады. Мысалы, сәбіз немесе басқа да көкөністер салсаңыз болады. Мен соусымыздың майлы болып шығу үшін осындай құйрық майды турап салып жібердім. Егер сіз оны жақсы көрмесеңіз, салмасаңыз да болады. Табамызға 1 кесе күнбағыс майын құйып, құйрық майымызды салып, фаршымызды салып қуырамыз. Енді фарш шамамен 200 граммдай. Тартылған етімізді қасығымызбен араластыра отырып қуырып аламыз. Егер арасында біріккен жерлер болса, оны қасығымызбен езіп, бөлшектеп жібереміз. Тартылған етіміз толықтай пісу үшін қақпағын жауып 5-10 минутқа қуыруға қоямыз. Біздің картопымыз пісіп шықты. Оның піскенін білу үшін сіріңкен таяғымен немесе пышақпен тіліп қараймыз. Астын оттан өшіреміз. Тартылған етіміз де қуырылып болды. Міне осылай қызарып, қуырылу керек. Енді үстіне тураған көкөністерімізбен 2 ас қасық томат пастасын салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Дәміне қарай тұзын, бұрышын саламыз және мен кептірілген аскөктен салдым, яғни укроптан. Бәрін жақсылап тұрып араластырамыз және қуырылып болды дегенде шамамен 2 стакандай қайнаған су құямыз. Енді қақпағын жауып, шамамен 15-20 минутқа қойып қоямыз. Енді картопымыздың езбесін жасайтын боламыз. Ең алдымен картопымыздың өзінің суын, піскен суын шамамен 2 стакандай алып қаламыз. Қалғанын төгіп тастаймыз. Бұл суды картопымызды езген кезде өзінің суына езетін боламыз. Және де кейбір адамдар сүт қосады. Егер сіз оның суын пайдаланғыңыз келмесе, сүт қоссаңыз да болады. Бірақ та өзінің суына өте дәмді болып шығады. Енді үстіне тұзын, бұрышын салып, жақсылап тұрып езгілейтін боламыз. Үстіне алып қалған картопымыздың суын құя отырып езгілейміз. Езіліп болды дегенде үстіне мен ертілген майдан қостым. Егер қаласаңыз, сары май қоссаңыз да болады. Шамамен 200 граммдай. Міне осылай жақсылап тұрып езгілеп аламыз бар күшімізбен. Біздің картопымыздың езбесі өте сондай жеңіл, үлпілдек болып шығу керек. Қатты болып жатпау керек, үлпілдек болып шығады. Томат қосылған тартылған етіміздің соусын 15 минут өткенде айырып тастаған болатынмын. Міне осындай болып, дәмді болып шықты. Өте әдемі. Мен томатный соусты өте қатты жақсы көремін. Міне достар, қараңыздаршы, өте сондай жеңіл, нәзік, сондай өте дәмді картоп пюресі шықты. Картопымыздың езбесі. Енді картопымыздың езбесін ыдысымызға салып, үстіне соусымызды, фарштан жасалған соусымызды құятын боламыз. Бізде түскі
болғандықтан мен осылай сала салдым. Егер де сіз қонаққа қоятын болсаңыз, онда өзіңіздің қалауыңыз бойынша әдемілеп қойсаңыз болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.